Келін енене шыдамай өзіне қол жұмсады. Ассалаумағалейкум, қадірменді тыңдармандар. Өмірінің алғашқы көктем күндері ақ армандармен басталған еді. Ол алғаш рет ақ келін болып табалдырық аттағанда жүрегі тұрақты ұясын тапқан көгершіндей лүпілдеп соқты. Ол тәрбиелі, еңбекқор отбасында өскен, үлкенді сыйлау мен үйді таза ұстауды қасиетті борышым деп білетін қыз еді. Бірақ ол бұл шаңырақта оны келін емес, ақсыз құл ретінде күтіп алғанын білмеді. Тойдың даңғарасы мен әні әлі құлақтан кетпей, тіпті қолындағы гүл шоғы солмастан, ол алғаш рет көрші-қолаң арасында жылан тілді атанып кеткен енесінің ащы сөзіне тап болды. Таң атпай, аспанда жұлдыздар әлі жымыңдап тұрғанда, келін тұрып ауланы сыпыра бастады. Ол енесі ұйқыдан тұрғанда ауланың тап-таза екенін көріп, ақ батасын берсе екен деп ниеттенді. Бұл қалай сыпыру? Деген қарт әйелдің қатал дауысы террасадан естілді. Сен шешеңнің үйінде тек ұйықтап үйренгенсің бе? Қараша, анау бұрышта әлі қоқыс жатыр. Егер қолыңнан іс келмесе, несіне тәрбиелі адамдардың үйіне аяқ бастың? Келін сілейіп тұрып қалды. Бұл оның енесінен естіген алғашқы сөзі еді. Тамағына жұтуы қиын бір ащы өксік тығылды. Ол ештеңе айтпады, тек басын төмен салып қайтадан сыпыруға кірісті. Ол мұны алғашқы күндердің жай ғана бір сынағы болар деп ойлады. Бірақ бұл қатыгез дауылдың бастамасы ғана еді. Келіннің күйеуі жуас және анасының айтқанынан шықпайтын жігіт болатын. Ол анасы мен әйелінің арасындағы тартысқа түсуге ешқашан батпады. Ол үйге түнде келетін, ал келін жылаудан қызарған көздерімен оған қарағанда ол тек «шыда, ол ана ғой, қартайды» деп қана айтатын. Бұл шыдалар келін үшін оны күн сайын үмітсіздік шыңырауына тарта түсетін шынжырға айналды. Енесі келіннің әр қадамын жіті бақылап отырды. Егер тамақтың тұзы сәл кем болса, қиямет орнататын. Егер ол бір сәт тынығып отырса, оны жалқау деп айыптайтын. Ененің сөздері жас әйелдің рухына тікелей қадалған улы жебелердей еді. Ол тек келінді ғана емес, оның ата-анасын да балағаттайтын. Шешең сені тек ішіп жеп, ұйықтау үшін ғана тәрбиелеген бе? Дейтін ол мысқылмен. Сен сияқты икемсізге үйленген баламай, обал болды. Келін түндері аспанға қарап, Құдайға мұңын шағатын. Ол балалы болғанда, бұл тасбауыр әйелдің жүрегі жібейді деп үміттенді. Немересі олардың арасындағы мейірім көпірі болады деп сенді. Бірақ өкінішке орай ол қателескен еді. Ене үшін келін отбасы мүшесі емес, тек өзінің ызасын төгетін құрал ғана болды. Келін осы бір улы ортада, құрсағында алғашқы перзенті жетіліп жатқанда күнін өткізді. Ол тіпті аяғы ауыр болса да үйдің ауыр жұмыстары мен ененің балағатынан құтылмады. Бұл қасіретпен аяқталатын ауыр жолдың басы еді. Келіннің сабыры әлі таусылмаған еді, бірақ бұл сабыр қабырғасын күн сайын ененің бір ауыр сөзімен күйеуінің бейжайлығы құлатып жатты. Сол жылы қыс ерте түсті. Алғашқы қар жерді ақ кебінмен жауып, күннің суықтығынан тыныс тарылатын еді. Келін үшін бұл қыс тек сыртта емес, үйдің ішінде де орнады. Ол енді 7 айлық жүкті еді. Оның әлсіз денесі баланың салмағымен үйдің бітпейтін жұмысынан күн өткен сайын қашып бара жатты. Түрі қашып, көздерінің асты ұйқысыздықпен жылаудан көгеріп кеткен еді. Сол күні күн өте суық болды. Қатты жел соғып, қарды терезелерге ұратын. Келін суық асханада мұздай сумен ыдыс жуып жатты. Нәзік қолдары суықтан қатып, ештеңе сезбей қалған еді. Осы кезде қалтыраған қолынан бір фарфор кесе тайып кетіп, жерге түсті де, оның қираған дауысы үйдің ішіндегі тыныштықты оқтай бұзды. Сылтау іздеп отырған енесі бөлмесінен жолбарыстай атылып шықты. Оның жүзі ашудан қызарып, көздерінен от шашып, еріндері дірілдеп тұрды. «Тағы не бүлдірдің, оңбаған?» деп айқайлады ол, дауысы бүкіл ауланы басына көтерді. «Бұл кесенің маған анамнан мұра болып қалғанын білесің бе? Сен менің үйімді ойрандауға келдің бе? Менің дүниемді құртуға келдің бе?»
Келін қорыққаннан жерге отыра кетіп, сынықтарды жинай бастады. Көз жасы қардың үстіне тамып, сол сәтте ақ мұзға айналып жатты. Анашым, кешіріңізші, суықтан қолым қатып қалыпты, әдейі істеген жоқпын деп қалтыраған дауыспен жалынды. Қолың қатты ма? Әлде миың ба? Деп кемпір жақындап келіп, келіннің иығынан қаһармен нұқып қалды. Сен бір сорлысың. Сен осы табалдырықты аттаған күннен бастап бұл үйден береке кетті. Тіпті құрсағыңдағы балаң да өзің сияқты жолсыз, бақытсыз болады-ау деп қорқамын. Бұл соңғы сөз келін үшін кез келген соққыдан да ауыр тиді. Ол үшін қолымен қалқалап, енесінің бетіне қарады. Анашым, не айтып тұрсыз? Шаңырақ көтергенімізге әлі жыл толған жоқ. Неге маған мұндай ауыр сөздер айтасыз? Құрсағымдағы нәресте сіздің өз немереңіз ғой. Оның жазығы не? Бірақ кемпірдің жүрегінде рахым қалмаған еді. Жылдар бойы ішінде жиналған өшпенділік енді жанартаудай сыртқа атылды. Ол келіннің жағасынан алып, дарбазаға қарай сүйреді. Өзімнен де ішімдегі жексұрымнан да шаршадым. Екі дүниеде де маған мұндай немеренің керегі жоқ. Деп жын ұрғандай айқайлады. Кет, тезірек қараңды батыр бұл үйден. Енді қайтып қара көрсетпе. Келін үстіндегі жұқа көйлегі мен басында орамалы, аяғында жылы аяқ киімі де жоқ күйі су қардың үстіне құлады. Дарбаза тарс етіп жабылды. Жас әйел қапалақтап жауған қар астында, қаңыраған көшеде жалғыз қалды. Көршілер перде сыртынан бұл көріністі тамашалап тұрды. Біреудің жаны ашыды ма? Әрине ашыды, бірақ ешкім жылан тілді кемпірмен ерегісуге батылы бармады. Егер бұл кемпір біреуге шүйлігетін болса, күнін қараң ететінін бәрі білетін. Бәледен машақат деп, олар терезелерін жауып алды. Келін орнынан әрең тұрды. Аяз денесін қарып барады. Нәзік қол аяғы мен еріндері көгеріп кетті. Ол төркініне қарай бет алды, бірақ әр қадамы бір шақырымдай көрінді. Ішінің ауырғаны күн өткен сайын күшейе түсті. Ол нәрестесін осы суықта қарлы жолда босанып қалам ба деп қорықты. Құдайым, маған жәрдем бере көр. Пешентімді аман сақта деп күбірледі ол. Бақытына орай әкесінің үйі онша алыс емес еді. Жүрегі бір нәрсені сезгендей, анасы бір шаруамен көшеге шығып, алыстан бүкшиіп келе жатқан қызының бейнесін таныды. Ол жанұшыра қызына қарай жүгірді. Қызым-ау, бұл не күй? Мына суықта неге жалаң қабат шықтың? Анасы үстіндегі жылы күртесін шешіп, қызының иығына жапты да оны үйге кіргізді. Жылы пештің қасында келін сәл өзіне келгендей болды, бірақ көз жасын тоқтата алмады. Ол болған жағдайдың бәрін анасына айтып берді. Өзі де талай қиындық көрген тақуа анасы қызының көз жасын сүртіп, сабыр ет, ботам. Сабыр түбі, сары алтын. Бәлкім, бала туылған соң жүректері жібейтін шығар. Адам есейген сайын ақылы кіреді ғой деді. Бірақ анасы бұл сабыр туралы насихатымен қызын құрбандық ошағына одан сайын итеріп жатқанын білмеді. Осынау суық түнде келін тек аяздан емес, адамдардың қатыгездігінен де қалтырап тұрды. Әкесінің үйінде өткен алғашқы бірнеше күн келін үшін түс сияқты болды. Оның тәні көрген рухани және физикалық қысымнан сондай әлсіреген еді, тіпті сөйлеуге қауқары болмады. Анасы түндері оның басында отырып, дұға оқитын, және шипалы шөптермен көгерген қол аяғын емдейтін. Бірақ көңіл жарасын ешқандай шөп жаза алмайтын. Келін ауланың есігі ашылған сайын, күйеуі бір шоқ гүлмен немесе ең болмаса бір ауыз кешір деген сөзбен іздеп келер ме екен деп үміттенетін. Бірақ күндер өтіп жатты, ол үйден не ешкім келмеді, не ешкім хабарласпады. Келін мен оның құрсағындағы баласы бұл дүниеде жоқ сияқты еді. Ақыры, бір жаңбырлы түнде толғақ басталды. Келін тер мен жанкешті ауырсыну арасында тек Құдайдың есімін атап жатты. Анасы қасында болды, бірақ келін сол сәттерде күйеуінің тірегі мен енесінің ақ батасына мұқтаж еді. Ол енесінің осындай шешуші сәтте басында тұрып,
Қызым, шыда, сен біздің әулетке мұрагер сыйлайсың деп айтқанын қалады. Бірақ оның құлағында жаңғырған жалғыз дауыс енесінің, мен бұл жексұрыннан бездім, деп айқайлаған қатыгез үні еді. Ұзақ күткен сағаттардан кейін, нәрестенің жылаған дауысы әкесінің үйін нұрландырды. Дүниеге анасы сияқты сұлу, гүлдей нәзік қыз бала келді. Келін сәбиін бауырына басқанда бірнеше айдан бері алғаш рет жүзіне күлкі үйірілді. Сенің есіміңді нәзіктігіне сай қоямын деп сыбырлады ол. Бәлкім, сенің сұлулығың әжеңнің тас жүрегін жібітер. Бірақ келіннің қуанышы ұзаққа созылмады. Сәбидің қырқынан шыққанша күйеуі бірде-бір рет хабар алмады. Келіннің анасы көпті көрген, байсалды әйел еді. Ол қызының тірі жетім мен жесір атанғанын қаламады. Істі түзеу ниетімен көптеп бауырсақ пен дәм тұз дайындап, жаңа бесік сатып алып, келінді баласымен бірге енесінің үйіне апарды. Қызым, кішіпейілде тіл алғыш бол. Балаңның болашағы үшін бәріне шыда деп ақыл айтты анасы сол бір суық шаңырақтың табалдырығына жеткенде. Олар аулаға кіргенде енесі террасада шай ішіп отыр екен. Ол орнынан тұрмақ түгілі, құдағиының сәлемін де дұрыстап алмады. Оның жанары секілді суық әрі қатыгез еді. Келін қалтыраған қолымен баланы алға тосты. Анашым, қараңызшы, немереңіз. Әкесінен аумайды деді үмітпен. Кемпір нәрестеге жақтырмай бір қарады да, теріс айналып кетті. Мына жетімегіңді көзіме көрсетпей, тез әкет, деді ол даусын көтеріп. Мен саған мұндай немереден бездім деп айтпаппайдым. Бұл бала маған жат. Егер осы үйде қалғың келсе, мына жетімектің даусын естімейтін болайын, әйтпесе екеуіңді де қайтадан көшеге лақтырамын. Келіннің анасы бұл сөздерді естігенде сілейіп тұрып қалды. Ол адам баласы өз қанына осыншалықты қатыгез болады деп ешқашан ойламаған еді. Бірақ келін анасының айтқан ақылын ұстанып, баласының әкесіз өскенін қаламай, бұл қорлықтың бәріне де шыдады. Ол суық бөлменің бір бұрышына жайғасып, азапқа толы өмірін қайта бастады. Бұл бөлім қатыгездіктің адам бойындағы немереге деген табиғи мейірімді де қалай өлтіретінін көрсетеді. Мұндағы ғибрат келіннің ешбір қателігі, егер қателігі болса да, күнәсі сәбиге деген өшпенділікке себеп болмауы тиіс. Бала періште, ал кім періштені қорласа, өзіне Құдайдың қарғысын тілеп алады. Келін сол үйде қалды, бірақ ол бұл әрекетімен өзінің өлім үкіміне қол қойғанын білмеді. Кезекті қыста келді, бірақ бұл жолы келіннің бойында қарсы тұрар қауқар қалмаған еді. Жылдар бойғы естіген ауыр сөздер, іштегі мұң мен ауыр жұмыс оның жүйкесін жұқартып, денсаулығын әбден құртқан болатын. Бір түнде келін қатты қалтырап, ыстығы көтеріліп оянды. Құрғақ жөтел тамағын қысып, бүкіл буыны сырқырап бара жатты. Таңертең күн шықпай жатып, келін әдеттегідей шай қайнату үшін орнынан тұрмақ болды, бірақ басы айналып, қайтадан жастыққа құлады. 6 жасар үлкен қызы қорқып анасының қасына келді. Анашым, неге тұрмайсыз? Әжем қазір айқайлайды, деп ақырын сыбырлады бала. Келін шаршаған дауыспен, ботам, әжеңе барып, анам ауырып жатыр, сәл кешірек тұрады деп айтшы деді. Бала қорқа қолтық әжесінің бөлмесіне барды. Бірнеше минут өтпей жатып, дәлізде ененің ауыр қадамдары естілді. Ол келіннің бөлмесінің есігін қақпастан теуіп ашты. Бұл не ойын тағы? Деп ақырды кемпір. Ауырып қалдым демексің бе? Бұл сенің жалқаулығыңның жаңа сылтауы ма? Тұр, тез тұр. Аула қарға толып қалды, сиырлар аш, ал сен мұнда ханшайым құсап жатқың келе ме? Келін басын әрең көтерді. Түсі қағаздай аппақ болып, еріндері кезіп кеткен еді. Анашым, шынымен халім жоқ. Ыстығым көтеріліп тұр, қолымды көтеруге шамам жоқ. Рұқсат етіңіз, бүгін сәл демалайыншы, күйеуім келген соң мені дәрігерге апарсын. Дәрігер, деді кемпір мысқылдап. Баламның ақшасы сенің дәрігерлеріне арналмаған. Біздің аналарымыз далада босанып, сол сәтте ақ іске кірісетін,
ал сен жай ғана тұмауды трагедия қылып тұрсың. Егер 10 минуттан кейін аулада болмасаң, не істейтінімді өзім білемін. Келін көзіне жас алып, кішкентай қызының көмегімен әрең орнынан тұрды. Ол аулаға шықты. Қыстың суық желі бетін қарып жатты, бірақ ол қар күреуге мәжбүр болды. Күректі жерге ұрған сайын, біреу кеудесіне пышақ сұққандай ауырсынатын. Қызы кішкентай қолдарымен анасына көмектеспек болып еді, бірақ кемпір оған да рұқсат бермеді. Кет былай. Сен де шешең сияқты жалқау боласың ба? Деп баланы бір бұрышқа итеріп жіберді. Сол күні келін кешке дейін жұмыс істеді. Күйеуі үйге келгенде, әйелінің халі өте мүшкіл екенін көрді. Ол бірдеңе айтпақшы болып еді, бірақ анасының қаһарлы көзқарасы оны тоқтатып тастады. Балам, әйелің жұмыс істемеу үшін тағы да өтірік ауырып жатыр. Оның сөзіне сенбе, деді кемпір. Күйеуі әйелін ауруханаға апарудың орнына тек басын төмен салып, басқа бөлмеге шығып кетті. Бұл сәт келін үшін рухани өліммен тең еді. Ол бұл үйде тіпті өліп кетсе де, ешкімнің ол үшін көз жасын төкпейтінін түсінді. Тек қорқынышқа толы жанарларымен қарап тұрған үш күнәсіз бүлдіршіні ғана бар еді. Келін сол түні таң атқанша ұйықтамады. Ол балаларына қарап, жылаумен болды. Көкейіне алғаш рет, осы өмірді жалғастырудың мәні бар ма? деген қара ниет ұялады. Бірақ үлкен қызының жанары оны өмірге қайта байлағандай болды. Бірақ бұл қашанға дейін созылмақ? Уақыт өтіп жатты, бірақ келіннің жан жарасы жазылмақ түгілі тереңдей түсті. Ендігі мұңы тек өз басының қайғысы емес еді. Ол енесінің улы сөздерінің балаларының пәк жүрегіне қалай әсер етіп жатқанын көрді. Мектеп жасына жеткен үлкен қызы тұйық, аз сөйлейтін болып өсті. Ол құрбылармен ойнаудың орнына әрдайым бір бұрышта отырып, ауланың есігіне қорқынышпен қарайтын. Әжесінің әрбір қатты шыққан дауысы оның кішкентай денесін дірілдететін. Анашым, әжем бізді неге жақсы көрмейді? Деп сұрады бір күні қызы көзіне жас алып. Ол неге сізді үнемі балағаттайды? Біз жаман адамбыз ба? Келіннің жүрегі тілім-тілім болды. Ол баласының дүниесін қиратпайтындай жауап іздеп, оны бауырына басты. Жоқ, ботам, әжең қартайды, кейде ашуланшақ болып кетеді. Сен оны сыйлауың керек деп баланың жүрегіне өшпенділік ұялатпау үшін ашы өтірік айтты. Бірақ балалар өтірікті тез сезеді. Олар аналарының көз алдында шамдай еріп бара жатқанын көріп жүрді. Ал енесі болса зұлымдығын тоқтатар емес. Ол енді балаларды анасына қарсы айдап салуға көшті. Шешелерің епсіз, қолынан түк келмей. Дейтін ол келін асханада жүргенде немерелеріне. Егер мен болмасам, сендер аш қалар едіңдер. Мыналардың төркініне қараңдар, сендерге берер бір үзім наны да жоқ. Бұл сөздер келіннің жанына оқтай қадалатын. Ол балаларының екі оттың арасында қалғанын көріп жүрді. Анасына деген махаббат пен әжесінен деген жан түршігерлік қорқыныш. 4 жасар кіші ұлы қатты дыбыстан қорқатын болып, түнде шошып оянатын болды. Дәрігерлер бұл отбасындағы психологиялық қысымның салдары десе де, енесі мұны да келіннің сылтауы деп білді. Күйеуі болса, шындықтан қашу үшін енді ішімдікке салынды. Ол үйдің иесі болудың орнына жансыз көлеңкеге айналды. Менің бұдан былай қауқарым жоқ, құдайым, деп күбірлейтін келін түнде ауладағы кір жаятын жіпке қарап тұрып. Оның санасында кішкене жарадай басталған бұл қорқынышты ой енді бүкіл болмысын меңдеп алған еді. Өмірде зұлымдықтан да ауыр нәрсе болса, ол жала. Әсіресе пәк әйелдің намысына тиетін жала. Келіннің осынша азапқа қарамастан әлі де сабыр сақтап, бұл үйден кетпей жүргенін көрген енесі соңғы улы жебесін атуға бел буды. Ол келінді тек үйден ғана емес, ұлының алдында және ел алдында бір жола қаралағысы келді. Сол күні келін дарбаза алдында мейірімді қарт көрші әйелмен сөйлесіп тұрған. Көршісі бұл үйде келінге дұрыс тамақ бермейтінін біліп, оған бір аяқ ас әкеліп берген еді. Келін сыйластықпен асты алып, алғыс айтып, бірер секунд қана сөйлесті.
Енесі терезеден бұл көріністі көріп, науқас санасында шайтанның жоспарын құрды. Ұлы кешке жұмыстан келгенде, кемпір жыламсырап, жаны ашыған кейіппен алдынан шықты. «Балым, оң балам. Шіркін-ай, осы күнді көргенше өліп кетсемші» деп қулықпен бастады. «Не болды, анашым? Кім сізді тағы ренжітті?» деп сұрады ұлы мазасызданып. «Мына әйелің. Ол. Бүгін сен жұмыста болғанда дарбаз алдында бір бөтен еркекпен сыбырласып тұрды. Мені көріп қалғанда сасқалақтап үйге қашып кірді. Менің енді шыдамым таусылды. Бұл бетсіз біздің әулеттің намысын жермен жексен етті. Бұл өтірік сөз лаулап тұрған отқа май құйғандай болды. Өмір тауқыметінен шаршап, жүйкесі жұқарған күйеуі шындықтың ақ қарасын ажыратпастан әйелінің бөлмесіне атылып кірді. Ол балаларын ұйықтатып жатқан келінді шашынан сүйреп, жерге ұрып жіберді. «Қай еркек ол? Айт, дарбазаның алдына кімді шақырдың?» деп ақырды надан күйеуі. Не болып жатқанын мүлдем түсінбеген келін тек жылаумен болды, және қарт көрші әйелден басқа ешкімді көрмегеніне ант ішті. Бірақ енесі есіктің сыртынан айқайлап, өтірік айтады. «Мен өз көзіммен көрдім». Беті бүлк етпестен маған қарап өтірік айтатындай тілі шығыпты. Деп отқа май құйды. Сол түні келін күйеуінің соққысымен енесінің балағатының астында қалды. Балалар бөлменің бір бұрышына тығылып, қорыққаннан шыңғырып жылап жатты. Үлкен қызы, анасын қорғамақ болып үстіне құлап еді, бірақ әкесі оны да итеріп жіберді. Намысқа жала жабу Құдайдың аршын дірілдететін ауыр күні. Келін сол түні енді ешқандай үміт қалмағанын түсінді. Бұл үйде оның тек тәні ғана емес, рухы, намысы және соңғы абыройы да аяққа тапталды. Ол жылаудан шаршап қасында ұйықтап қалған балаларының жүзіне қарады. Ол егер осы үйде қала берсе, бұл жала оны ақыры түбіне жететінін білді. Бірақ оның күресуге дәрмені қалмаған еді. Жала мен соққыға толы сол бір сұмдық түннен кейін, келін бұл тозақта бір секундта қалудың өліммен тең екенін ұқты. Таңертең ерте, бәрі ұйықтап жатқанда және енесі жаңа мін іздеп әлі ояна қоймаған сәтте, келін балаларын бауырына басты. Ол өзімен бірге ешқандай құнды дүние алмады, тек тапталған намысы мен ауырған тәнін арқалап, төркініне қарай бет алды. Ол әке-шешесі бұл жазықсыз жаланы естіп, жүзіндегі көгерген іздерді көрген соң, оны ол үйге енді ешқашан қайтармайды деп ойлады. Әкесі оған асқар таудай тірек болып, «Қызым, енді ол жаққа барма, біздің нанымыз сені мен балаларыңа да жетеді» деп айтады деп үміттенді. Төркініне жеткенде, анасы қызы мен немерелерінің аянышты күйін көріп, жанұшыра айғайлады. Келін еңіреп жылап, болған жағдайдың бәрін, ененің жаласын, күйеуінің қатыгездігін және бұдан бұлай шыдауға дәрмені қалмағанын айтып берді. «Анашым, мені енді қайтып апармаңыздар» деп жалынды келін. «Егер мені ол жаққа қайтарсаңыздар, мен өзіме қол жұмсаймын. Олар мені адам құрлы көрмейді. Олар менің намысымды аяққа таптады». Келіннің әкесі иманды, бірақ тым қатал адам еді. Ол басын төмен салып, үнсіз шай ішіп отырды. Олардың ортасында төркініне қайтып келген қыз үлкен мін ұят саналатын. Ол жұрттың өсегі мен көршілердің сөзі өз отбасының тыныштығын бұзады деп қорықты. «Қызым», деді әкесі ауыр дауыспен. «Сабыр ет. Жақсы әйел сабырмен танылады. Егер сен бүгін осында қалсаң, ертең енең мен күйеуің бүкіл ауылға, келініміз шынымен күнәһар болған соң қашып кетті деп өсек таратады. Сен қайтып барып, өзіңнің пәк екеніңді сабырыңмен дәлелдеуің керек. Әкетай-ау, олар мені өлтіреді ғой» деп шыңғырды келін. Анасы да сөзге араласты. «Ботам-ау, бізде осындай азаппен өстік қой. Ене деген тікен сияқты, қанша қарса да түбінде тамыры бір болады. Шыда, балаларыңды тірі жетім етпе. Бір күні енең қартайып, қауқарсыз болғанда сенің қолыңа қарайды, сонда ол өкінетін болады». Бұл дәстүрлі ақыл кеңестер келін үшін өлім жазасымен тең еді. Ол тіпті ең жақын адамдарының өзін түсінбейтінін ұқты.
Олар оның ауырған тәнінде, қажыған рухында көрмеді. Олар тек жұрттың сөзімен салт дәстүрді ғана ойлады. Сол күні келінді балалармен бірге қайтадан күйеуінің үйіне апарды. Әкесі оны дарбазаға дейін шығарып салып, құдағиына келініңіз сәл өкпелеп қалыпты, ақылымызды айтып, міне, қайта келдік деді. Енесі жеңіске жеткендей мысқылмен келінге қарады. Бұл көзқарас көрдің бе, тіпті өз атанаң да сені қабылдамады, енді сен бір жола менің уысымдасың дегенді білдіретін. Келін өз бөлмесіне кіріп, есікті ішінен іліп алды. Ол мынау кең дүниеде өзі үшін ешқандай орында, ешкімде қалмағанын сезінді. Бұл сәт оның соңғы үмітінің үзілген сәті еді. Төркіннен қайтып келгеннен кейін, ол бұрынғы адам болмады. Ол аулада тірі өліктей жүретін болды. Көздері босап, жанары бір нүктеге қадалған, үн-түнсіз күйге түсті. Ол тіпті енесінің балағатына да жауап бермейтін болды. Бұл кемпірдің ашуын одан сайын тудырды. Кемпір ұрсыз деді, келіннің жылағанын, жалынғанын қалады. Бірақ келіннің үнсіздігі ажал алдындағы сұрапыл дауылдай сесімен сескендіретін. Келіннің өмірінің соңғы күні, шын мәнінде сабыр тостағанын ортасына түсірген кішкене ғана оқиғадан басталды. Қарны ашып, мазасы кеткен кішкентай ұлы дастархан үстінен рұқсатсыз бір үзім нанды ала қойды. Мұны көрген енесі 4 жасар баланы иығынан сондай қатты нұқып қалды. Бала жерге құлап, басы ауладағы тасқа тиді. Келін баласының жаны ұшырған айқайын естіп, аулаға жүгіріп шықты. Баласының басынан қан ағып жатқанын және енесінің көмек берудің орнына оны балағаттап жатқанын көргенде, келіннің ішінде бір нәрсе сынып кетті. Бұл ендігі жасқаншақ әрі тіл алғыш келін емес еді. Менің балама қол тигізбеңіз, деп қалтыраған, бірақ нық дауыспен айқайлады келін. Сіз адам емессіз. Сіз албастысыз. Біздің жанымыздан не қалайсыз? Біздің төгілген қанымыз сізге әлі де аз ба? Келіннен мұндай батылдықты күтпеген кемпір бір сәт сілейіп қалды да, артынша жыландай ысылдады. Мәссаған, тілің шығып қалыпты ғой. Шешеңнің берген тәрбиесі осы ма? Бар, мына жетімегіңді ал да, қараңды батыр. Сені тіпті өз әкеңде қабылдамады, сен ешкім емессің. Сен бұл үйде артық жүксің. Егер сен өліп қалсаң да, балам басқа әйел алады, ал немерелерімнің анасы сенен де жақсы болады. Сен ешқашан бақыт көрмейсің. Бұл сөйлем балам басқа әйел алады, ал балаларыңның анасы сенен де жақсы болады. Келіннің құлағында жай оғындай жаңғырды. Ол балаларына қарады. Үлкен қызы, анасына көзі жасқа толып қарап тұр екен. Сол сәтте келін өзінің бұл үйде болуы балаларының азабын одан сайын көбейте түсетінін сезінді. Ол егер өзі болмаса, енесі балаларға рахым етер ме екен деп ойлады. Бұл үміті үзілген адамның ең үлкен қателігі. Келін баласын үйге кіргізіп, басын таңды да 3 перзентін де бауырына басты. Ол оларды иістерін көрге бірге ала кететіндей сондай қатты иіскеп сүйді. Анашым, неге жылап жатырсыз? Деп сұрады қызы. Ештеңе емес, ботам. Сендер осы жерде ойнай беріңдер, мен қазір келемін деді де, нық қадамдармен мал қораға қарай бет алды. Келін қораға кірді. Әрқашан мал байлайтын арқанды қолына алды. Бұл сәтте ол не өткенін, не болашағын ойламады. Тек бір ғана ой болды, енді ешқандай ауырсыну болмайды. Енді ешқандай қорлық болмайды. Суық әрі қараңғы мал қора жас келіннің соңғы панасына айналды. Осында кепкен шөптің иісімен өлімдей тыныштықтың арасында ол жуан арқанды төбедегі бөренеге мықтап байлады. Оның қолдары енді қалтырамады. Үмітсіздік оның бойына сондай терең тамыр жайған еді. Өлім алдындағы қорқыныш оның қасында түкке тұрғысыз болып қалды. Ол қораның кішкентай терезесіне бір сәт қарады. Ол жерден көгілдір аспанның бір шеті көрініп тұрды. Құдайым, мені кешіре көр, бірақ бұдан бұлай төзуге қауқарым жоқ деп сыбырлады да, аяғының астындағы орындықты итеріп жіберді. Ал аулада өмір өз арнасымен жалғасып жатқандай еді. Енесі әлі де болса өздігінен күбірлеп ұрысып, қираған кесенің сынықтарын жинап жүрді.
Ол келін тағы да бір бұрышқа тығылып жылап алар да біраздан соң шығып үй жұмысына кірісер деп ойлады. Бірақ бұл жолға тыныштық тым ұзаққа созылды. Жүрегі бір жамандықты сезген 7 жасар үлкен қызы үйден шықты. «Анашым, анашым, қайдасыз?» деп айқайлады бала. Жауап болмады. Ол ас үйге барды, бос. Жуынатын бөлмеге барды, бос. Баяу ғана белгісіз қорқыныш баланың бойын билей бастады. Ол мал қораға қарай бет алды. Қораның есігі сәл ашық тұр екен. Бала есікті итеріп кеп жібергенде, өмір бойы жадынан өшпейтін сұмдық көрініске тап болды. Қыздың жан ұшырған дауысы бүкіл маңайды тітіретті. «Анашым, тұрыңызшы. Неге бұлай ойнап жатырсыз? Анашым». Бала анасының асылып тұрған аяқтарына жабысып, оны сілкілей бастады, бірақ анасының денесі әлдеқашан суып кеткен еді. Енесімен күйеуі жүгіріп жетті. Бұл көріністі көргенде, тіпті жылан тілді кемпірдің де тілі байланып қалды. Күйеуі қалтыраған қолымен арқанды кесіп, әйелінің әлсіз денесін жерге түсірді. Ол енді өкіріп жылап айқайлады, бірақ бұл көз жасының енді ешкімге керегі жоқ еді. Жылдар бойы күйеуінің бір ауыз жылы сөзіне зар болған келін енді мәңгілік тыныштыққа аттанған болатын. Көршілер жиналды. Жоқтау мен жылаудың дауысы көкке жетті. Өлімнің не екенін әлі түсінбейтін кішкентай балалар айналадағылардың жылағанын көріп қорықты және аналарының денесіне жақындай берді. Ғибрат, өз-өзіне қол жұмсау, қиындықтың шешімі емес, жақындар үшін мәңгілік қайғының бастауы. Бірақ бұл өлімге кім кінәлі? Тек келін бе? Жоқ. Ененің әрбір улы сөзі, күйеуінің әрбір бейжайлығы және ата-анасының әрбір шыда деген сөзі осы арқандағы түйіндері еді. Сол сәттерде де енесі өзін ақтап алуға тырысып жатты. «Ой, шүкірсіз келінім-ай», дейтін ол көршілерге. Оған не жетпеді? Ішер асы дайын, киер киімі дайын еді. Енді немерелерімді жетім қалдырды. Бірақ көршілер енді оған аяушылықпен емес, жек көрінішпен қарады. Бұл әйелдің қарусыз қандықол екенін бәрі де білетін. Тағдыры талқан болған жас келінді шығарып салар күні табиғат та онымен бірге жылап тұрғандай еді. Бозарған аспан мен баяу жауған қар бейкүні жас әйелдің өліміне табиғаттың жапқан ақ кебіндей көрінді. Жылдар бойы тек қарғыс пен балағат естілетін енесінің ауласы енді бүкіл ауыл әйелдерінің жоқтауы мен зарына толды. Келіннің табытын аулаға шығарғанда, анасы бауыздалған құстай табыттың үстіне құлады. Ол ендігі сабырлы болуға шақырған байсалды әйел емес еді. Ол өз қолымен бауыр еті баласын ажал аузына итеріп жіберген бейбағана еді. Ойбай, бақытсыз боташым. Ойбай, сабыры таусылған қошақаным, деп шыңғырды анасы, басын үйдің қабырғасына соғып. Шіркін-ай, қызымды осы тозаққа қайта келмегенімде ғой. Жұрттың өсегіне құлақ аспай, өз бауырымда ұстағанымда ғой. Жесір атанса да тірі жүрер еді-ау. Жетім қалса да көз алдымда болар еді-ау. Ананың бұл сөздері жиналған жұрттың жүрегіне оқтай қадалды. Бұл қасірет тек ененің зұлымдығы ғана емес, сонымен бірге мәжбүрлі сабырдың және ата-ананың жұрт не айтады деген қорқынышының салдары екенін бәрі де түсінді. Әкесі бір бұрышта отырып, қалтыраған қолымен сақалын жұлып, өмірінде алғаш рет еңкілдеп жылады. Ол енді ғана отбасы намысы дегеннің баланың жанының қасында түкке тұрғысыз екенін ұқты. Осы сәтте де енесі әйелдердің арасында өзін жазықсыз көрсетуге тырысып бақты. Ол даусын шығарып, «Ой, келінім-ай, неге бұлай істедің? Мен сені өз қызымдай көріп едім» деп сайрап тұрды. Бірақ бұл өтірікке шыдай алмаған көрші әйелдердің бірі оның сөзін бөліп жіберді. «Доғарыңыз, әпке. Құдай да біледі, біз де білеміз бұл жас келінге не істегеніңізді. Сіздің тіліңіз қорадағы арқаннан да өткір болды. Оны өлтірген сізсіз». Аулада жан түршігерлік тыныштық орнады. Кемпір бұдан бұлай ештеңе айтпады, тек айналасына кекпен қарап тұрды. Бірақ бұл жолы одан ешкім қорыққан жоқ.
Елдің қарғысы мен ашық жек көрініші бәрінің жанарынан көрініп тұрды. Келіннің күйеуі есінен адасқан адамдай жұрттың арасында сенделіп жүрді. Бір бұрышта сілейіп қалған балаларына қарап, енді осы күнәні арқалап өмір бойы қалай өмір сүретінін ойлады. Ол өзі үшін жанын беруге даяр болған жарын жоғалтты, бірақ өзі жары үшін анасының бір ауыз сөзіне қарсы тұра алмаған еді. Келіннің фоялық өлімінен кейін енесінің үйі бұрынғыдай болмады. Келінмен бірге бұл шаңырақтан нұр мен берекеде көшіп кеткендей еді. Бұрын келіннің тынымсыз еңбегімен жайнап тұратын үй енді суық әрі қорқынышты мекенге айналды. Бірақ ең үлкен сұмдық ененің өз санасында басталды. Арада бірнеше күн өтпей жатып, кемпір есінен ауыса бастады. Ол түнде шошып оянып, келін қорадағы баяғы арқан мен төсегімнің қасында тұр, деп айқайлайтын болды. Кемпірдің түрі күннен күнге бозарып, жанары қорқыныштан бақырайып кетті. Ол ешкіммен сөйлеспейтін, тек өз-өзімен күбірлеп, қалтыраған саусақтарымен ауаны тырмалайтын. Түнде бәрі ұйқыда жатқанда, ол жын ұрғандай үйден атылып шығып, аулаға жүгіретін. Оны талай рет мал қораның алдында біреумен таласып немесе жалынып кешірім сұрап тұрған жерінен тауып алатын. «Кетші! Арқанды мойнымнан алшы!» деп айқайлайтын ол түн қараңғылығында. Ақыры, қақаған қыстың бір боранды түнінде екінші фоя орын алды. Таңертең ұлы қораға кіргенде, анасының дәл келін асылған жерде, дәл сондай арқанмен сол бөренеде жан тапсырғанын көрді. Тағдыр ешбір зұлымдықтың жауапсыз қалмайтынын аяусыз түрде көрсетті. Кемпірдің келініне қазған шұңқырына соңында өзі түсті. Енені қорқынышпен жек көрінішпен жерледі. Бірақ бұл әлі соңы емес еді. Ауыл адамдарының айтуынша, оны жерлегеннен кейін, күн сайын ақшам намазынан соң зират жақтан жан түршігерлік дауыстар естілетін болған. Бұл жер астында азап шегіп жатқан әйелдің зары мен жоқтауы еді. Кемпірдің жан ұшырған айқайы бір жыл бойы ауыл аспанында жаңғырып тұрды. Жұрт, жер залымның денесін қабылдамай жатыр, бұл қабір азабының дауысы десті. Бұл, сол жылан тілді кемпірдің дауысы дейтін көршілер қорқынышпен. Келінге жасаған зұлымдықтың ақыры осы. Бұл дүниеде уын шашқан тіл, енді о дүниеде отқа күйіп жатыр. Бұл дауыстар арада бір жыл өткенде ғана басылды, бірақ оның ғибраты мәңгіге қалды. Олардың үйі қаңғырған мазарға айналды. Ұлы тірі өліктей күй кешті, ал келіннің тас жетім қалған балалары жаралы жүрекпен ер жетті.